Біз омыртқалы жануарлардың тыныс алу жүйесін ары қарай жалғастырамыз. Қазір біз сүт қоректілердің тыныс алу жүйесімен танысамыз. Сүт қоректілердің өкпесінде ауа тамырлары тарылып, оның төменгі ұштары өкпе көпіршіктерімен аяқталады. Өкпе қылтамырларда тор түзеді. Соған байланысты сүт қоректілердің өкпесі қанды оттегімен жақсы қамтамасыз етеді. Тыныс алуды қабырға арасындағы бұлшықеттер мен көкірек құрсақ қуыстарын бөліп тұратын көкеттің жиырылып босаңсуы қамтамасыз етеді. Сүт қоректілердің көмекейінде дыбыс сіңірлері жақсы дамыған. Жануарлар әртүрлі дыбысты осы дыбыс сіңірлері арқылы шығарады. Сонымен, қымбатты оқушылар, біз тыныс алуды қорытайық. Сонымен, ішек қуыстылар, құрттар тыныс алуды тері жабыны арқылы жүзеге асырады. Шаян тәрізділер желбезекпен тыныс алады. Суда тіршілік ететін ұлулар мен өрмекшілер өкпе қапшығы арқылы тыныс алады. Бунақ денелілерде дем түтік болады. Құрлық ұлуларында тыныс алу мүшесі өкпе. Балықтар мен бақаның дер нәсілдері желбезек арқылы тыныс алады. Ал енді қос мекенділер, жорғалаушылар, құстар, сүт қоректілер өкпесі арқылы тыныс алады. Соның ішінде құстарға ғана тән тыныс алу, қосарлы тыныс алу.